астын тыр қасып, астым қышып кетті деп тырнап мына жерін бәрін қанатып тастайтын әйелдер бар. Астын қарасаң тырнақтың ізі қасылған, түнімен қасып, екі қол бұтының ортасынан шықпайтын әйелдер өте көп. Бұл жерде бірінші нәрсені түсінуіміз керек. Оны үй жағдайында әйелдер бүйтіп айтады, астым қышып жатыр, не істесем болады? Бірінші, не үшін қышып жатыр, не үшін ондай проблема болып жатыр, әйел адам анықтауы керек. Сондықтан бірінші кезекте хотя бы гинекологқа барып, я болмаса лабораторияға барып, мазок и ПЦР на инфекция деген бар. Яғни жыныстық жолмен жұғатын инфекция бар ма, и кәдімгі қарапайым мазок тапсырып көріңіз. Себебі кейбір жағдайларда әртүрлі себеп бар. Не үшін сенің астың қышиды? Біріншісі, жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар, воспалительный процесстер, тіпті дрожжевой кальпит деген бар. Яғни кез келген әйелдің астында дрожж деген клеткалар өмір сүреді. Кәдімгі нан ашытатын дрожж сияқты, бірақ одан әлде қайда майда көзге көрінбейтін түрлері. Дрожжды ашытқан кезде біз не істейміз? Суды аламыз, қант саламыз, сосын дрожж салған кезде дрожж бұрқ етіп көбейеді. Дәл сол сияқты әйелдің асты всегда ылғал, выделениесі бар, су бар. Енді сіз тәттіні көп жеп қойып, мучтойды көп жеп, сіздің қандыңыздағы қанттың деңгейі көбейген кезде астыңыз бірден қышып шыға келеді. Себебі дрожжевой клеткалар көбейіп, сіздің шырышты қабатыңызды отырып алып жейді. Сол кезде сіз қасисыз. Қасыған жерде ол сызат болады, қан шығады, ана микробтың именно жейтін шырышты қабатқа қарай енуіне сіз қолайлы орта жасап бересіз. Дәл солай олар одан сайын көбейіп құтыра береді. Енді кейбір жағдайлар болады, сізге гинеколог арнайы ем тағайындап жатыр, мазь беріп жатыр, свеча беріп жатыр, дрожждарды өлтіретін дәрі-дәрмек беріп жатыр, бірақ сонда да қышып қоймай жатыр. Сол кезде крауроз деген өзі қанаттың кіреберісінің аурулары болады. Оны әрине гинеколог сізді тексерген кезде краурозға подозрение дейді. Ол кезде біз плазмалифтингпен емдеп жатамыз краурозды. Тіпті кейде дерматовенерологқа да жіберіп жатамыз. И одан бөлек қыздар мына қайта астың емделдің, жақсы болып қалдың, бірақ қайтадан астың қышып кете береді. Яғни қайта қайталана беретін болса, мен всегда айтам, асқазан, ішек жолдарыңызға, бауыр өт жолдарыңызға мән беріңіз. Неге десеңіз, біздің кишечнигімізді засорение, шлактар көбейіп, жаңағындай асқазанымызда өт дұрыс бөлінбей, асқазанымызда құрттар, паразиттер өмір сүріп жатса, онда біздің астымыз қайта қыши береді. Демек, сіз ол жағдайда қайта гинекологқа емес, гастроэнтерологқа немесе гастроэнтеролог или болмаса нутрициологқа барып, асқазан ішек жолдарыңызды, өтіңізді барлығын тазалауыңыз керек. Тазалау деген ол бір күндік процедура емес, жаңағындай бір шлангыны жұтып, өтті шығарып тастау деп ұғады көп адам. Ондай емес. Күнделікті дұрыс тамақтануыңыз, су ішуіңіз, не жеп, қандай тамақ ішіп жатқандығың барлығы өте маңызды. Сосын противопаразитарный ем алу, қандай құрттар бар, соның барлығын білу өте маңызды. Қыздар, осындай денсаулыққа қатысты үй жағдайында қыздар, егер дрожжевой клетка болатын болса, көп жағдайда енді аптека жоқ, түнде қышып кетті, не істеуге болады? Кәдімгі пищевая сода деген содамыз бар, ас содасы. Соны суға езіп, астыңызды жусаңыз, егер дрожжевой кальпит болатын болса, крауроз емес, басқа нәрсе емес, жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар емес, именно дрожжевой кальпит болып астыңыз сол дрожждардың кесірінен қышып жатса, ал пищевая сода дрожжевой клеткаларды өте жақсы өлтіреді. Сондықтан пищевая содамен жуынсаңыз, бұл скорый помощь сияқты. Яғни түбегейлі сізді емдеп жібермейді, бірақ сіз дәрігерге барып, мазогыңызды тапсырып, толық емделгенге дейін уақытша қышу процесін кішкене тоқтатады. Сондай бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Енді бір рет ішіп тоқтататын флуконазол деген дәрі бар, бірақ ол тек қана бір реттік, яғни түбегейлі проблеманы емдемейді. Өйткені сіз дрожжевой клетканы түгелімен емдеп жібере алмайсыз, тек қана бір уақытша тоқтата аласыз. Енді осындай қыздар денсаулыққа қатысты пайдалы ақпараттарды біліп отырғыңыз келсе, міндетті түрде біздің каналға тіркеліңіз және пайдалы болады-ау деген құрдастарыңызға каналдың дамуы үшін ат салысып, жан-жаққа ссылкамен жіберіңіз.